Осы уақытқа дейін үйдегілерге күріш пен подлив дайындадым деп жүрсем, әп-әдемі ганфан деген аты бар екен ғой. Бүгін менімен бірге жасап көріңіздер, дәмі күшті болып шығады. Қызып тұрған майда жіңішке етіп туралған етімізді қуырып аламыз. Үстіне чеснокты қосамыз, жақсылап тағы бір араластырамыз. Сельдерей қосамыз, пияз саламыз және дәл осы тамақтың керемет дәмін, түрін, иісін келтіретін чонг устамның дәмдеуіштерін қосамыз. Тура кафедегідей дәм береді. Халал, сондықтан қорықпай тапсырыс берсеңіздер болады. Бір ас қасық саламыз, жақсылап араластырамыз. Пекин капустасын қосамыз, болгарский перец, помидор, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне кішкене ғана су қосамыз. Тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка салып, қақпағын жаппай ашық күйінде пісіреміз. Күрішімізді тәрелкеге орналастырамыз, подливтерімізді саламыз. Осымен біздің тамағымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Осындай оңай, ерекше, әдемі рецептерді менің парақшамнан көре аласыздар. Сол үшін міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыз.